Сәлем достар, егер сіздер күнделікті қайталана беретін тағамнан жалықсаңыздар, арасында осындай ұйғырдың мампар деп аталатын тағамын жасап көрсеңіздер болады. Дәмі де түрі де ерекше бұл тағамның жасалу жолы да өте оңай. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Бізге қажетті заттар ет, бір тісше сарымсақ, болгар бұрышы, сәбіз, бір түн ыстық суда тұрған ноғат және картоп. Бұл жерде пиязда болған, мен түсіруді ұмытып кетіппін. Ең бірінші қазанымызға майымызды құйып, сарымсағымыз бен етімізді қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды және дәміне қарай тұзымызды саламыз. Барлығы осындай орташа отта қуырылып отырады. Мен осындай бір шай қасық универсал дәмдеуіштен қосып жібердім және кішкене томат қостым, қызартып қуырып. Енді үстіне сәбізімізді және болгар бұрышын салып, тағы да қуырып аламыз. Байқасаңыздар, бізде сорпадағы барлық қоспалар осындай кішкене кубикті алып туралған. Содан соң үстіне ноқатымызды салып, үстіне су құйып, қайнатып аламыз. Енді тамағымыздың қамырын илеп аламыз. Бір жұмыртқаға 30 мг салқын су және тұзын араластырып, керегінше ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа тындырып қоямыз. Сорпамыз 20 минуттай қайнағаннан кейін үстіне осындай картопын салып жібереміз. Қамырымыз демалып жұмсарғаннан кейін енді жайып аламыз. Біздің қамырымыз қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа қалыңдықта болады. Жайып болған қамырымызды кубиктап, майдалап, турап шығамыз. Сорпамыз шамамен 40-45 минут қайнап, ішіндегі барлық заттары піскеннен кейін қамырымызды ішіне салып пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз осымен дайын болады. Дәмі енді ерекше, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, сіздердің әрбір белсенділіктеріңіз мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта өте дәмді, оңай жасалатын рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.